Армысыздар, қазақ елі. Бүгін жазбаша ойынына тағы келіп қалдық. Жазбаша ойынына біз дайынбыз. Алғашқы пікірді, яғни алғашқы сұрақты күтеміз. Мен Наргенже Серікбаева. Сіздің ондайыңыз бар ма? Қаяқтан білейін, сізді халық танып қалған шығар, үшінші рет келіп жатырмыз ғой деп таныстырмай отырмын. Мен де Аслан Базарбаев. Али 777 Азим. Қыз керемет қой. Ошо. Қыз керемет қой дегенде ондай нәрсе көп қой енді. Ешкім бейнебаянына түсірген кезде бір керемет емес қыздар бар түсіргісі келмейді, мысалы өзім ойлаймын, сөйтіп бәрі керемет бір сұлу қыздар түсіргісі келеді. Жоқ, осында мен айтып отқан сияқты. Оған сен қатысың жоқ сияқты мен, өйткені сен бейнебаянда қыз ойнаған жоқ қой. Жоқ, өзімді айтып отқан. Жоқ, ол жерде ойнаған нелерін айтып отыр ғой. Келесі пікір тыңдайықшы. Тарас Жамбыл. Бала кезде ғашық болған жігіт кейін қызды қайта кездестіреді. Негізі өмірде сондай бар. Мына бар ғой, жаман бір не. Төреғалидың клипі емес пе? Төреғалидың онсыз алды алып барады да, сосын біздің де бейнебаянның несіне жақындап қалып қашып кетіп отыр да. Жақындап қашып жатыр. Келесі пікірді оқып көрейікші. Адик Нұрбақыт. Біз жоқпыз дей ма? Тауып алдым. Пікір тыңдамайсыз ба? Пікір тыңдамаймын. Осы үш пікірдің өзіне мен қазір тойып тұрмын, бара-бара профессионал болып бара жатырмын. Деп еспан болып кетсең, бұл жерде ана біздің бейнебаянға келіп тұр бұл енді, бұл махаббатқа. Бұны да біз жоқпыз ғой дегенге айтып отқан сияқты, бірақ дегенмен де сұрақ жасап төртінші тыңдап көреміз ғой деймін. Тыңдамаймын дедім ғой. Тыңдамаймын дедім ба? Тыңдамаймын. Еркекше. Жігіттің айтқан сөзі атылған оқпен тең дейді. Диета KZ, бұл махаббат. Бұл махаббат басқада жоқ, жолы бөлек сезім бар, сол сезімді оятқан сенің тәтті сөзің бал. Мен айтам ғой. Мен деймін ғой. Мен депутаттыққа кетіп қалсаң ба? Рахмет.